Бүгін біз сіздермен пышный болып көтерілетін, оңай жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге істеп көріңіздер. Ең бірінші қажет зат 6 жұмыртқа. 6 жұмыртқаны күштілеп тұрып араластырып аламыз. Басқа ингредиенттарды қосқан кезінде араластырып тұрып қосамыз. Яғни миксерді тоқтатпаймыз. 1-2 минуттай осылай араластырып аламыз жұмыртқаны. Ол көпіршіп үлкен болу қажет. Осы пирогты формаға салған кезінде форма міндетті түрде үлкен емес, не кіші емес болу қажет. Сол кезде ғана үлкен болып көтеріледі пирог. Яғни қатты жалпақ формаға салып қажет емес. Жұмыртқаны айналып жатқанына 1-2 минуттай болды. Қазір айналып болғаннан кейін майонезді саламыз. Яғни айналғанын тоқтатпай тұрып, майонезді жайлап салып бастай береміз. Майонезді салып болғаннан кейін тағы да күштілеп араластырып тұрамыз. Шамамен 1-1,5 минуттай. Майонезді салғаннан кейін аппақ болып көпіршіп бастайды. Қазір видеода көріп тұрғандарыңыздағыдай. Енді қантты салып бастаймыз. 14 қасық. Араластыруды тоқтатпаймыз. Яғни мына жерде 14 қасық столовый ложка. Тағы да 1 минуттай араластыра тұрамыз. Бұл пирог көбінде алдында көтерілмейтін, сондағысы осылай тек араластыруды тоқтатпау қажет екен. Сол кезде ғана барып үлкен болып көтеріледі. Міне осындай аппақ болып көпіршуі қажет. Пирогты негізінде қалаған затыңызбен украшать етсеңіз болады. Қазір енді ұнды салып бастаймыз. 14 қасық. Осылай біртіндеп саламыз. Бірден салып жіберсек көтерілмей қалуы мүмкін. Ең соңында разрыхительді саламыз. Кішкене ғана араластырып формаға саламыз. Мен алмамен украшать еттім. Сіздер қалаған заттар қоссаңыздар болады. Мүйіз, жаңғақ немесе тағы басқа заттарды. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутқа қойып аламыз. Каналға подписаться етіп, тағы да басқа пирогтардың рецепттарын көрсеңіз болады. Қонақ келгенде тез-ақ жасалатын пирогтардың рецепттарын таба аласыз.